Сәлем, қашан қайтам? Аспазшы емес. Көбіңіз қате қолданып жүрген бұл сөздегі паз да, ш да зат есімнен басқа зат есім тудырушы жұрнақтар. Енді екеуінің біреуін қолдану жеткілікті ғой. Бір қосымша аспаз деген сөздің тақиясына тар келемейді. Өнерпаз деген сөзді өнерпазшы деп қолданбайсыз ғой. Өнерпаз өнер жасайтын адам, аспаз ас дайындайтын адам. Болды. Осымен бұл сөз сондай дәп-дәмді, жұп-жұмыр. Қарапайымдылық, қонақжайлылық деген сөздерде де жұрнаққа жомарт болып жүрсіздер. Лық-лік, дық-дік, тық-тіктің сын есімнен зат есім жасаушы жұрнақтар екенін ескерсек, қарапайым деген сөзге бір ғана дық жұрнағы жеткілікті. Қонақжайда да дәл солай. Қонақжай қандай? Қонақжайлық не деген сұраққа жауап беріп кетеді. Ал енді жайлылық деген сөз бар. Бұл жерде жұрнақ неге көбірек? Өйткені лық жұрнағын жалғау үшін алдымен сын есім жасап алу керек. Қандай? Жайлы, не? Жайлылық. Мейірімділік деген сөзде де дәл солай. Мейірім, не? Мейірімді. Қандай? Мейірімділік. Қайтадан не? Маме, бабе, папе. Шылаулары жалғанғанда оның алдындағы етістік көсемшенің а, е, и жұрнақтарымен аяқталмай бітуі тиіс. Яғни бола ма, келе ме, қарай ма. Ал сіздер болады ма деп жазып, тіпті айтып жүрсіздер. Ең әдемі жатық тілден қалайша тікенек сөздер жасауға болады? Әділетті ме бұл? Ал енді мейнстрим сөз немесе көбіңіздің сүйікті қателеріңіз. Керекпіз. Қажет, тиіс, керек сынды модальдық етістіктердің ішінде тиіс деген сөз ғана жіктеледі. Мысалы, баруға тиіспін, тыңдауға тиіссің, айтуға тиіс. Ал қажет, керек сөздері жіктелмейді. Көбіңіз жазу керекпін, жұмыс жасау керексіздер деп жазып жүрсіздер. Бұл жерде жазуым керек, жұмыс жасауларыңыз керек. Айтпақшы, жұмыс жасау деген сөз қолданысы да дұрыс емес. Ол туралы келесіде айтып беріп, ал жалпы алғанда керекпін, керексің сөзі тек мен саған керекпін, сен маған керексің деген сияқты мағынада ғана қолданылуы керек. Келесі кездескенше сауатты жазып, сөйлеп үйренейік. Біз оған лайықпыз.